Зеленскийге де шығар жол қалмады, Украинаға да шығар жол қалмады. Олар 4 облыстан айырылып, олар қарап отыра алмайды. Себебі миллиондаған украиндар босып кетті. Қаншама адамдар өлді. Енді осыншама бодау беріп, олар өз жерінен айырылғанды қаламайды. Демек, орыста Украинда әбден бірін-бірі аямастай халге келіп отыр. Енді олардың екеуіне де шығар жол жоқ. Ал Путин алдыңғы жолғы Самарқандағы Шанхай ынтымақтастығының жиналысында Индияның басшысына айтқан сөзінде біз сіздердің Украин мәселесінде нейтрал бағыттарыңызды, уайымдарыңызды түсінеміз, бірақ Украин келіссөзге келмей жатыр, ал Украин келіссөзге келсе біз дайынбыз деген сияқты сөз тарады. Ондағы мақсаттары Путин айтқан келіссөз орыс жаулап алған жерді Украинаның мойындауы. Бірақ Зеленский оған қарсы не деді? Путин тұрған кезде ешқандай келіссөз жоқ деді. Яғни Путин билікте бар кезде ешқандай келіссөз жоқ деп отыр. Бұның барлығы енді бұдан ары ешқандай әңгіме орыс пен Украина ортасында берекенің болмайтындығының дәлелі. 1 минут, мен сусын ішіп алайын. Айыпқа бұйырмаңыздар. Ал дәл осы сәтте, дәл осындай ұрымтал тұста Германияның Ресейден газ алатын 2 құбырында 3 жерде жарылыс туды. Кім мүдделі? Ресей мүдделі ма? Әрине көп жұрттың бәрі, әсіресе Твиттердегі жұрттың бәрі бұған Ресей кінәлі, ақ көк деп жатыр. Тіпті Еуропадағы кәдімгі кейбір саясаткерлер Ресей кінәлі, бұлар сөйтіп Еуропаны газдан қыспақшы ақ көк деп жатыр. Бірақ көптеген салмақты сарапшылар Ресей бұл газ құбырларын жаруға мүдделі емес деп тұр. Себебі ол Путиннің қолындағы соңғы жүретін картасы еді. Путиннің қолындағы соңғы көзірі болатын. Соңғы көзірі, соңғы картасы еді. Ол соңғы көзірін, соңғы картасын ол жыртып тастағысы келмейді. Ендеше кім? Ал Германия бұл жерде қандай рөл ойнайтынын біз бұдан бұрынғы лекциямызда айттық. Германия өзінің озық өредегі техникаларын Қытайда өндіріп, Қытайдың нарығынан қырғын ақша тауып отырған Еуропалық еді. Ал Ресейден газ алып отыр, және оны саудалап отыр. Демек, Германияда мүдделі емес. Бірақ Германияның орысшыл, ресейшіл билігі Еуропада Англия мен Американың наразылығына тап келуде. Себебі Англия үнемі Американы қолдайды. Тарихи және тілдік, мәдени ортақтықтар бар. Сондықтан да Англия Еуроодақтан шықты, Еуро нарығынан шықты. Бірақ Еуропада Американың атамандығын мойындағысы келмейтін екі ел бар, Франция мен Германия. Бірақ кезінде, Трамптың кезінде, неге сенің шекараңды мен күзетіп, ал сен ғылымыңды, өндірісіңді дамытуға тиіссің деп, Германиядан Трамптың әскерді шегіндіріп әкеткенін барлығымыз білеміз. Бірақ Германияның осы жерде Ресейге бір бүйрегі бұрып тұратындығын барлығымыз білеміз. Демек, бұл жерде немістер де, орыстар да бұл құбырды жаруға мүдделі емес. Онда кім жарды? Соншама терең теңіздің астында 2 балдық жер сілкінісін тудыратындай мүмкіндік сізде бар ма? Менде жоқ. Мысалы, мен жарған жоқпын. Оған уәде беремін. Демек, бұны ешқандай бір жеке ұйымдар, қандай да бір террористік топтар, адамдық құқық ұйымдары жара алмайды. Бұндай терең теңіздің астында бұндай алып құбырларды жару үшін кәдімгі мемлекеттік күш қуаты бар бір құрылымдар керек. Онда кім? Еуропаның бас елдері. Олар қорқады. Демек, бұл құбырды жаруға мүмкіндігі болса, не Қытайдың, не ақш-тың ғана мүмкіндігі бар. Қытай неге мүдделі? Қытай Еуропаны да, Ресейді тығырыққа тірегісі келеді. Еуропаны тығырыққа тіресе, Қытайға мүдделілік арта түседі. Әсіресе Ресейді де Еуропаны да батысты да былықтырып қойып, өздері нейтрал тұру Қытайдың арманы.
Айтқа бір маңыздар, тамағым жыбырлап кеткесін. Ал ақш. Себебі ақш Еуропаның Ресейге газ жағынан тәуелділігіне ақш ежелден қарсы. Және ақш дәл осы кезде сұйытылған газын Еуропаға жарнамалай алады. Сұйытылған газды білесіздер, олар кәдімгідей ыдыстың ішіне құйылады, сұйық күйде болады, тасымалдап танкерлерменен Еуропаға жеткізе алады. Бірақ ол ыдыстар арқылы тасылғандықтан оның құны қымбаттау болады. Және ол үздік создық келіп отырады. Ал құбыр арқылы келген газ енді ол тиынға жақын. Екеуінің ортасында айырма көп. Ал Еуропаға әрине арзан газ керек. Себебі бүкіл қаласын жылытып отырып, бүкіл анау ең шеттегі, ең қиыр теңіздің бойында отыратын балықшысына дейін газ жеткізіп отыр. Және газдан электр өндіріп отыр, тағы басқасы бар. Бүкіл өндірісі, зауыты соған байланысты. Әсіресе қыста жылу соған байланысты. Газ болмаса, жағатын сұйық отын болмаса, Еуропа қыстан шығуы қиын. Демек, бұл жерде әңгіме басқа. Осыдан бәленбай ай бұрын Американың лауазымды тұлғаларының, тіпті президенттердің осы газ құбыры туралы әңгіме айтқанын баршамыз білеміз. Тіпті бұл газ құбырынан жарылыстар болып, ауаға метандар шыққанда, Еуропаның кейбір саясаткерлерінің Thank you USA деп жазып алып, біраздан кейін ол твиттерді өшіріп тастағанын бұл кезде біраз жұрт жарыса айтуда. Демек, көп жұрт анау күдікті, мынау күдікті деп тұр. Бірақ қазірге соңғы дерек жоқ. Бірақ қалай болмасын, Путин өзінің маңызды бір картасынан айырылып қалды. Яғни, әр жолы Еуропаны газдан қысатын еді, енді мәсаған деп Путинді тотитіп кетті. Кім болса да, мейлі оны жарушы кім болса болсын, бұл жерде зиян шегуші Путин болып отыр. Бірақ, міне қазанның бірінші күні болды. Азияда қазанның екінші күні басталды. Қыс болса жақындап келе жатыр. Еуропаның солтүстігінде әлден суық ауа кіре бастады, білесіздер. Міне Қазақстанның Өскеменнің өзінде қар жауып тастады. Демек, бүкіл дүниеде үлкен бір бұрқ-сарқ өзгеріс келе жатыр. Алай-дүлей бір заман басталып келе жатыр. Қалаңыз, қаламаңыз, мына дүние басқаша болғалы тұр. Американың бұдан ілгергі президенті Трамп өзінің медиаларға берген сұхбатында әлемдік үшінші соғыс басталып кете ме деп, Украин Ресей арасы тіпті де ушыға түсе ме деп уайымдап ұйықтай алмай жүрмін дейді. Ол Байденді үнемі осы жолғы соғыстың басталуына себепші болдың дейді. Трамп айтады, егер мен болғанда бұл соғыс болмас еді.